Бүгін мен сендерге атышулы шеф-повар Тирана дорамасының 3-ші сериясын қысқаша баяндап бермекпін. Серия басталғанда патша Джионды өзінің жұбайымен таныстырады. Әйелі оны суық, қатаң көзқараспен қарсы алады. Патша қонаққа арнайы жай дайындадым дейді. Джион бір сәтке ол шынымен қамқор болып отыр деп ойлайды. Бірақ бәрі басқаша шығады. Оны түрмеге әкеледі. Патшаның әйелі қарсыласына күдікпен қарайды. Өйткені күйеуінің өмірін сақтап қалған дәл осы Джион болатын. Ол қан тоқтатып, жарасын заманауи маймен емдеген еді. Ол Джионның сарайда болуына төзгісі келмей, оның кім екенін анықтауды бұйырады. Дәл осы сәтте сарайда сыбыстар тарайды. Бәрі қыздың қайдан келгенін, оның ерекше аспаздық өнерін айтып жүр. Ал патша болса, Джионге тосынсый жасауды ойлайды. Ол үшін маскарадтық шоу ұйымдастырады. Маска киген адамдар қыздарды алдап түрмеден шығарып, алаңға алып келеді. Ән күй, шамдар, мерекелік көңіл күй. Бірақ маска кигендердің бірі патшаның өзі болып шығады. Ол Джионның тағы да қашуға тырысқанын көріп ашуланады. Екеуін де өлтіремін деп қорқытады. Үмітсіз күйде Джион кешірім сұрайды. Ол бір ғана мүмкіндік беруін өтінеді. Патша келіседі, бірақ шарт қояды. Оған тамақ дайындап әкелу керек. Егер тамақ ұнамаса, өмірімен қош айтысады. Асханада Джионды суық қабылдайды. Құрбысының иіс сезуі мықты еді. Ол жаңағы патшаның аулап әкелген бұғы етін табады. Джион ерекше мәзір дайындауға бел буады. Кешкі ас уақыты келеді. Қатты толқу үстінде Джион тағамдарын ұсынады. Патша тартардан ауыз тиіп, таңданысын жасыра алмайды. Шекеттің ерекше дәмі оны таң қалдырады. Минуту. Что это за вкус? Кейін бұршақ ботқасын ішіп, мұндай таза дәмді бұрын соңды татып көрмеппін дейді. Бірақ ең жүрегін елжіреткені қуырылған бұғы тілі. Оның дәмі патшаға балалық шағын анасын есіне салады. Ол Джионның өзін тамақтандыруын өтінеді. Қыз қысылып тұрса да келіседі. Дәл осы сәтте бөлмеге патшаның әйелі кіріп келеді. Бірақ патша өмірінде алғаш рет оны шығарып жібереді. Қазір келгенің орынсыз дейді. Әйелі үшін бұл қорлық еді. Оның ашуы одан сайын артады. Келесі күні бәрі өзгереді. Патша Джионды өзінің бас аспазы етіп тағайындайды. Сарай халқы аң-таң, уәзірлер ашулы, бірақ ешкім патшаға қарсы келмейді. Джион мен құрбысын дымқыл түрмеден алып шығып, әдемі, кең, жылы бөлмелерге орналастырады. Қыз алғаш рет ұзақ уақыттан кейін жайлылықпен жылуды сезінеді. Көп ұзамай оған сарай аспазының жаңа формасын әкеледі. Таңертең Джион жаңа формасын киіп асханаға барады. Бірақ аспаздар оны қуана қарсы алмайды, әлі де кедергілер жасайды. Джион ақылдылықпен әрекет етеді. Ол алдымен тек бақылаушы болуға рұқсат сұрайды. Бұл шешім аспаздарды тосылтады. Олар өздері қойған тұзақтарды алып тастап, жұмыстарына қайта кіріседі. Осы кезде патшаның әйелі қарап отырмайды. Ол үмітсіз күйде патшаның әжесіне қатаң мінезімен белгілі патшайымға барады. Оның өтініші бойынша патшайым аспаздар арасында жарыс ұйымдастыруға шешім қабылдайды. Бірақ шарт қатал, жеңілгеннің қолы кесіледі. Бәрі түсінеді, бұл Джион үшін құрылған тұзақ. Бұл хабар патшаға жетеді. Ол өзі келіп, егер осындай жаза болса, ол бәріне бірдей. Кім жеңілсе, соның қолын кесеміз дейді. Бұл сөздер тәжірибелі аспаздардың өзін қорқытады. Серия соңында патша Джионге қарап ішінен, шын мәнінде болашақтан келгеніңді дәлелде. Әлі ешкім татпаған тағамды жаса дейді. Осылайша серия аяқталып, көрермендерді үлкен қызығушылықта қалдырады. Егер сізге бұл қысқаша баяндау ұнаса, лайк басып жазылып, пікірге қалдырыңыз. 4-ші серияның қысқаша мазмұнын күтесіздер ме?